Құран кәрімде Алла былай дейді: Мүміндерге айт, харамға қараудан көздерін сақтасын, әрі ұятты жерлерін зинадан қорғасын. Бұл олар үшін өте жақсы. Расында Алла олардың не істейтіндерінен толық хабар алушы. Порнография қоғамға қауіпті. Порнография индустриясының өте жылдам дамуына, бұқаралық ақпарат құралдары мен заманауи технологияларының қарқынды дамуы және олардың қолжетімді болуы, сондай-ақ порнографияның таралуына тосқауылдың болмауы басты себеп. Порно обасының толқындары әлем бойынша таралып, оны қарайтындардың өмірін түгелдей аласапыран етіп құртуда. Әлемде 75 миллион порно тәуелділер бар, және бұл көрсеткіштер өте жылдам артуда. Сондай-ақ бұл кесел мұсылмандардың арасына да келіп жетті. Порноға тәуелділік көптеген жанұялар мен қоғамдарды бұзды. Жаңа зерттеулер порноға тәуелділік тек денсаулыққа ғана емес, сондай-ақ ми қызметіне де зияны аса зор екенін көрсетті. Жаға ұстатар статистикаға көз жүгіртсек, әлем бойынша ажырасулар мен жас өспірімдердің зәбірленуінің үлкен көрсеткіштері, әйелдер мен балаларды зорлау және олардың құқығын таптау фактілерінің еселеп көбеюіне осы кесел басты себеп. 2006 жылғы үлкен бизнес. ақш-тағы порно жаңалық медиа желісінің президентінің мәлімдемесіне сүйенсек, жыныстық қатынастардан түскен ақша 13 миллиард долларды құраған. Осы уақыт ішінде ақш-тағы порнодан түскен ақша ABC, CBS және NBC арналарының табысын қоса алғандағысынан асып түскен. 2007 жылы әлемде порнодан түскен ақша 20 миллиард долларды құраса, оның 10 миллиарды ақш-қа тиесілі болған. 2001-2007 жылдары аралығында ақш-тағы интернет порно табысы жылына 1 миллиард доллардан 3 миллиард долларға дейін өскен. 2007-2011 жылдары аралығында интернет арқылы порнографияның тегін таратылуы әлем мен ақш-тағы порно табысының 50% азаюына себеп болған. Порно мен ғаламтор желілері. Әрбір секундта 3075 доллар 64 цент порнографияға жұмсалуда. Әрбір 28258 адам қазір порно қарауда. ақш-та әрбір 39 минут сайын жаңа порно дайындалып шығарылуда. Ғаламтордағы жүктеулердің 35% порнография. Ғаламторды пайдаланушылардың 42,7% порно көреді. Порноға тәуелділердің 30% әйелдер, 70% ерлер. Ай сайын 1,5 миллиард порно жүктелуде. Жыл сайын 13 мың порно фильмдер түсіріліп, олардан 420 миллион порнографиялық беттер жасалуда. 4,2 миллион порнографиялық сайттар және күн сайын 68 миллион ізденістер порнографиялық тақырыптарда. 72 миллион ғаламтор пайдаланушылары порно сайттарға кіреді. Ғаламтордағы порно ақш-қа жылына 2,184 миллиард доллар, ал әлем бойынша 4,9 миллиард доллар табыс әкеледі. Тек ақш-тың өзінде 40 миллион американдықтар порно сайттардың тұрақты көрермендері. Әлеуметтанушы ғалымдар, клиникалық психологтар және биологтар адамға порнографияның әлеуметтік және психологиялық әсерлерін, сондай-ақ неврологтар порнографияның зиянды тұстары қандай биологиялық механизмдер арқылы өтетінін сипаттап бастаған. Порнографияның жанұяға, некеге әсері. Жанұядағы жасөспірімдерді қорғау ұлттық коалициясының деректеріне сүйенсек, 2010 жылы ақш-тағы жанұялардың 47% порнография үйлеріндегі күрделі мәселе екенін айтып шағым. Порнография қарайтын жанұядағы опасыздық көрсеткіші 300%-дан жоғары. Порно тәуелділердің 40% ажырасса, 58% қаржылай қиындыққа түссе, ал осылардың 1/3 жұмыстарынан айырылып жатыр. Ажырасулардың 68%-на ғаламтор арқылы көңілдес табу себеп болса, ал осылардың 56%-на порнографиялық сайттарға түбегейлі байлануы себеп болған. Порно тәуелділік және жасөспірімдерді зорлау. Онлайн порно мен педофилия арасында байланыс бар. Дәл осы сәтте жобамен 1 миллиондай жасөспірімдердің порнографиялық бейне таспалары мен суреттері ашық желіде. Педофилдер жасөспірімдерді тұзақтарына түсіру үшін ғаламтордағы порноны қолданады. Жоғалған және қаналушы балалар жөніндегі ұлттық орталықтың айтуынша, педофилдердің жартысына жуығының компьютерлерінде балалар порносы бар. Ғаламтордағы іздеу жүйелеріне күніне 116 мың балалар порнографиясына қатысты іздеулер тіркеледі. 2012 жылы балаларды зорлауға қатысты сайттардың 54% солтүстік Америкаға тиесілі болған. Сондай-ақ, балалар порнографиясы тізбегінде жобамен 50 мың мен 100 мыңдай педофилдер қатысты делінсе, ал осылардың 1/3 ақш-та деп есептелуде.
Зерттеулер нәтижесі адамның порнографияға тәуелді болуын көрсететін 5 қадамды хабарлады. Тәуелділіктің 5 қадамы. Бірінші, ерте әсер. Порноға тәуелді көпшілік ерлер порноны өте жас кездерінен қараған. Екінші, тәуелділік. Кейінірек тәуелділік туындаған. Сіз порно қарауға орала бересіз. Порно өміріңіздің бір бөлшегіне айналды. Сіз байландыңыз. Енді одан айырыла алмаудасыз. Үшінші, күшею. Кішкене уақыттан кейін іс ушыға түседі. Үсті-үстіне порнографияны көруді арттырасыз. Басында жүрегіңізді айнытқан порноны енді қарай бастайсыз. Қазір ол сізге ұнауда. Төртінші, бейқамдық. Сонында сіз бұрынғыдай күйде болмайсыз. Тіпті ең сорақы порно сізді бұрынғыдай қуантып қоздырмайды. Сіз алғашқыдағы сезімдерді қалайсыз, бірақ қажетіңізді таба алмаудасыз. Бесінші, сексуалдылықтан тыс әрекеттер. Осы орайда көптеген ерлер қауіпті қадамға бел буып, сексуалдылықтан тыс әрекеттерге барады. Олар қағаз бен экран беттерінен көрген порнодағы істерді шынайы өмірде іске асыруға ұмтылады. Порнография өзіне тәуелді етеді. Неврологтар бұл тәуелділіктің биологиялық үрдістерін баяндай бастады. Порно қарайтындар көріп жүрген порнография типіне немқұрайлық таныта бастап, кейін бұрынғыдан да сорақылығы асып түсетін порно түрлерін іздейді. Порнографияны жиі көретін ерлер жауыздық пен зорлау, сексуалды агрессия мен сексуалды азғындықты қалыпты қабылдайды. Ұзақ уақыт бойы порнографияны қарау адамның санасында әйел ұғымын қолданыс тауары немесе сексуалды нысан ретінде қалыптастырады. Порнография сексуалды ойларды іске асыруға жетелейді. Нәтижесінде некесіз сәбилердің туылуы және жыныстық аурулардың көптеп таралуына себеп болады. Ал бұл аурулар адамды әлсіз, дәрменсіз етеді. Бала зорлайтындар порноны күнделікті қарап қана қоймай, оны тарату істеріне де атсалысады. Порно есірткі сияқты. Бір қарағанда кокаин мен порноның арасында байланыс жоқ сияқты. Бірақ зерттеу нәтижелері порнография көрудегі және есірткіні қолданудағы ләззат сезімдерін тудыратын химиялық заттардың бірдей екенін көрсеткен. Сондай-ақ сіздің миыңыз бұл жасанды ынталандырудан кейін өзін қалпына келтіре бастайды. Кез келген тәуелділіктің түрі, наша, ішімдік, құмар ойындары, тағы басқа бәрінің миға әсер ететін 3 негізгі аймағы бар. Бірінші, вентральды тегментальды аймақ, VTA. Екінші, ядро іргелес бөлігі. Және үшінші, префронтальды қабат. Порноға тәуелділердің де миындағы осы аймақтары зақымдалған. Сіздің миыңыздың түпкірінде марапаттау жолдары деп аталатын бір зат бар. Марапаттау жолдарының мақсаты сізге оның уәде еткенін орындау арқылы өміріңізді сақтауы. Дәлірек айтсақ, өмірді жалғастыратын нәрсені істегеніңізде сізді марапаттайды. Яғни, тамақ жеу немесе қиын жұмысты аяқтаған кезіңізде мидың ішінде көбіне допамин немесе окситоксин деп аталатын химиялық заттарды бөлу арқылы сізді шаттандырады. Негізінде бұл химикаттар өте ыңғайлы. Олар бізге ләззатты сезінуді, адамдармен байланыста болуды және бізді бақытты ететін маңызды істерге қайта оралуға ынталандырып отырады. Бірақ бір мәселе, марапаттау жолдары тұзаққа түсіп қалуы мүмкін. Кокаин мен опиоид сияқты заттар марапаттау жолдарына әсер етіп, көп мөлшерде допамин бөлетін болғандықтан нашақорларды ешқандай жұмыс істетпей-ақ шаттандырады. Порно туралы басқа да ақпарат берейін бе? Бөлінген допамин толқыны тек сезімге ғана әсер етіп қоймайды. Допаминнің мида өтуіне байланысты мида жаңа жолдар пайда болады, және ол жолдар химиялық әрекетті тудырған істі қайтадан жасауға итермелейді. Нашақорлардың есірткіні көбірек қолдануы немесе порно қарайтындардың порноны көп қараған сайын бұл жолдардың мимен байланысы күшейе түседі. Соңында адам қаласа да, қаламаса да бұл істерге тез оралады. Уақыт өте химиялық заттардың шамадан тыс жиі бөлінуі мидың өзгеруіне себеп болады. Нашақор ләззат алу үшін немесе өзін қалыпты сезіну үшін есірткіні қолдануын арттыратыны сияқты, порно қарағанда бөлінетін допаминнің үлкен көлемі миға қалыпты болғанға дейін ғана порно қарайтын адам шаттанады. Кейін порно қарағаннан допамин әдеттегідей бөлінсе де, адам бұрынғыдай ләззатты сезінбейді. Себебі допаминнің шамадан тыс бөлінуінен ми өзін қорғап қалу үшін өте кішкентай химиялық сезім рецепторларын ыдырата бастайды. Рецепторлар азайғаннан кейін ми допамин аз бөлінуде деп ойлайды, және адам бұрынғыдай ләззат алмайды. Соның себебінен порно қарайтындар бұрынғыдай ләззатты сезіну үшін порноны көп мөлшерде өте жиі және жауыздығы көбірек болғанын іздей бастайды.
немесе осы үшін бірден іздейді. Порно қарайтындардың миы осы химикаттарға әдеттенгеннен кейін бұл әдетті тоқтатуға талпыну нашақорлардағы сияқты абстиненттік синдромға әкеліп соғады. Порно миды өзгертеді. Басқа да тәуелділікті тудыратын заттар сияқты порно қарау миды допаминге толтырады. Мида химикаттардың жиі-жиі қайталанып бөлінуінен мидағы марапаттау жолдарына кері әсерін беріп, порно қарайтындардың миында өзгерістер орын алады. Бұл порно көруге деген ашкөздікті тудырады. Порно қарау мида жаңа нейрон жолдарын қалыптастырады. Көбірек порно көрген сайын бұл нейронды байланыстар күшейеді және порнодан бас тарту қиынға соғады. Бірақ порно көруді тоқтата алмайсыз деген сөз емес. Порнографиядан толықтай бас тартып, оның орнына денсаулығыңызға пайдалы істерді жасау арқылы бұл әдеттен құтыла аласыз. Порно тәуелділікті тудырады. Осыдан аз уақыт бұрын дәрігерлер мен зерттеушілер адамды тәуелді ететін нәрсе денеге енгізілетін физикалық зат, яғни темекі, арақ немесе есірткі сияқты болады деп ойлаған. Нейронды химикаттардың марапаттау жолдарын толтыру деңгейіне байланысты порно адамды тәуелді етеді. Әдетте көріп жүрген порноға бейқамдық пайда болып, адам азғындығы көп порноларды қалайтын болады. Порно сіздің мінез құлқыңызға әсер етеді. Көптеген порно көретіндер бастапқыда азғын немесе адамгершілікке жат деп жиіркенген порно түрлері кейін оларды қоздырып, оларға жаға бастайды. Экстремалды және қауіпті порнография оны қарайтындарға бұл жыныстық қатынас түрлері қалыпты әрі көпшілікке ортақ деген сезімді қалыптастырады. Порно қарайтындар көріп отырған істері қалыпты әрекет деп ойлайды және осындай әрекеттерді екінші тараптан күтеді. Порноға әдеттенгендер жауыздыққа қарсы емес екендерін және зорланғандарға қатысты аяу сезімдерінің жоқ екенін айтады. Порно тәуелділер. Порноны көп қарағанымен олардың сексуалды қалаулары жоғары емес. Бұлай деуіміз, яғни порно қарау сексуалды қалауларды арттырады деген теорияны теріске шығарады. Нашақорлар есірткіні ләззатқа бөлену үшін емес, тек өзін қалыпты сезіну үшін іздейтіні мәлім. Бұл бұрыс үрдіс, ынталандырушы уәж деп аталады. Бұл тәуелділік ауруына ұшырағандардың белгісі. Осыған дейін айтылған порноның зардабы көт тамшысындай аз ғана мәлімет.